Баршаларыңызға қайырлы күн, достар. Сіздермен Жібек, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге сыртқы жағы өте дәмді, хрустящий болып шығатын, және де осындай өте дәмді картофель фридің рецептін ұсынатын боламын. Менімен бірге жасап көріңіздер, өте дәмді әрі керемет болып шығады. Бізге шамамен 900 граммдай картоп қажет. Ол шамамен бір 7-8 дана картоп. Боламыз. Енді біз қазір кез келген осындай бір орташадан келген картопты аламыз. Енді осы картоптың жанынан осындай 4 жан жағын осылай кесіп шығатын боламыз. Сол кезде біз осылай 4 бұрышты картоп жасайтын боламыз. Ал жандағы мынандай заттарын, қажетті емес жерлердің барлығын 4 жағын кесіп алатын боламыз. Міне осылай картоп фрилардың барлығын осылай кесіп шығатын боламыз. Сонымен біз картошканың барлығын осылай фри ретінде қылып кесіп алдық. Формасы осындай болып шығады, міне. Осындай болады. Енді осы картоптарға салқын суымызды құйып, жақсылап жуып алатын боламыз. Енді осы картоптарды суда жақсылап жуып аламыз. Өйткені бұның сыртында крахмал болады. Сол крахмалын суға салып, жақсылап жуып алатын боламыз. Міне көрдіңіздер ме, судың түсі уже мутный болды, яғни бұның крахмал болады картоптың. Соның барлығы суға қарай түсті. Енді осы жуылған картоптарды алып, бөлек бір мынандай кастрөлге ыдысымызға саламыз. Қазір болса біз бұл кастрөлге ыдысты газға қойып, бұны кішкене қайнататын боламыз. Осылай алып, картоптардан осылай бөлек су құйылған ыдысқа қарай салатын боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғанда айырмашылық бар. Мына бағанағы мына картопты жуылған су кәдімгідей мутный болып кетті. Крахмал су бұл. Ал мынау болса, қазір біздің газға қойып қайнататын ыдысымыз. Дәл қазір енді газға қойдық. Енді газдың астын жағамыз. Біз газдың астына қойдық, менде орташада тұр. Енді біз қазір бұның ішіндегі суы қайнайды. Суы қайнаған соң, біз бұны шамамен 2 минуттай ғана ұстаймыз, 2 минуттай ғана пісіретін боламыз. Одан артық көп уақыт пісірмейміз. Енді біз оның дәміне қарай тұз қосып жібереміз. 1,5 шай қасық тұз. Міне қараңыздар, қазір бұл қайнайын деп келе жатыр, бірақ мен газдың астын өшіремін, себебі қазір бұл дәл осы картошкалар пісіп кетуі мүмкін, бірақ бізге пісу керек емес. Сәл ғана болар болмас әшейін шеткі жағына кішкене ғана жұмсарса жеткілікті. Ол пісуінің қажеті жоқ, себебі бұл езіліп қазір дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Сол себепті мен қазір газды өшіретін боламын. Газды бар жоғы 2 немесе 3 минуттай уақыт ұстаймыз. Одан көп уақыт ұстауға болмайды. Енді мұнаны алып, қазір енді біз бұны салқын суға салатын боламыз. Салқын суға саламыз. Одан кейін осылай араластырып жібереміз. Себебі мынау картошкалар қазір кішкене қаттырақ болып салқын суда тұруы қажет. Біз бағанағы жасаған суға салған картошкаларымызды осының барлығын бір штук алып, осындай салфетканың беткі жағына қойып шығатын боламыз. Яғни бұның суын қолымен сырқып аламыз. Бізде осылай жасап қойдым, барлығын бір тегіс қылып жайдым. Енді оның бетіндегі суын осылай сырқып аламыз. Барлығы болып сырт болып кеткен соң суларын
Оны осында бір пакетке салатын боламыз. Пакеттің іші де құрғақ болуы қажет. Енді осы картоптарымыздың барлығын салып шығамыз. Енді бізде мына жерде картошка. Осы картошка мен қазір дәміне қарай кішкене тұз қосып жібердім. Енді одан кейін оған крахмал қосамыз. Кукурузный крахмал қосатын боламыз. Енді пакеттің аузын осы жабамыз, ішіне ауа толтырып жабатын боламыз. Ішіне ауа толтырамыз да енді бұлай шешеміз. Сол кезде көрсіздер ғой, бүкіл картошка аузына крахмал тиюі қажет. Енді майымызды қызытамыз. Май қызған соң, енді оған бағанағы біздің жасалынған картоп фриларымызды қызған майға салатын боламыз. Одан кейін оны дәл осылай бір араластырып жіберіп, жақсылап пісіретін боламыз. Шамамен біз бір 15 минуттай уақыттай пісіреміз. 15 минуттай, 10-15 минут өткен соң, бұны біз газден бөлек алып аламыз, бөлек ыдысқа аламыз. Одан кейін ол суиды, картоп фрилар толығымен суы қажет. Олар суыған соң, енді оны тағы да 5 минутқа картоп фриларды қызартуға салып алатын боламыз. Ол сол кезде ішкі жағы жұмсақ, а сыртқы жағы қытырлақ болып шығады. Мен қазір 5 минутқа салдым, оны жұмсарту үшін. Осындай өте дәмді әрі керемет болып шығады.